Келін қазақтың дәстүрінде маңызды тұлға болып табылады. Ол тек өз отбасының мүшесі ғана емес, ата-анасының қадірлі болашағы, отбасылық құндылықтардың сақтаушысы болып есептеледі. Келін болу үлкен жауапкершілік, өйткені ол жаңа отбасының дәстүрлерін қабылдай отырып, оны нығайтуға ықпал етеді. Қазақ халқы келіннің тәрбиесі мен мінезіне көп көңіл бөлген. Келіннің үлкендерге құрмет көрсетуі, үй шаруашылығын білуі және бала тәрбиесіне жауапкершілікпен қарауы маңызды болған. Сондай-ақ келін үйге жаңа тыныс әкелетін, отбасының шырағын жаққан, жаңа ұрпақ тәрбиелейтін тұлға болып табылады. Келіннің дәстүрге сай киімдері де ерекше мәнге ие. Әсіресе қазақтың дәстүрлі келіннің киімінде ұлттық нақыштар мен әдемі өрнектер кездеседі. Оның киімінде алтын, күміс әшекейлер, ұлттық бас киімдер мен шашбау сияқты элементтер көптеп кездеседі. Бұл келіннің қоғамдағы рөлін және сұлулығын атап көрсетеді. Келіннің отбасындағы ауыр тағдыры туралы әңгімелер көбінесе қазақтың дәстүрлі өмір салтынан, қоғамдағы рөлі мен міндеттерінен туындайды. Қазақ халқы үшін келін үлкен жауапкершілікпен құрметті иеленетін адам болғанымен, кейде оның өмірі қиындықтарға толы болып келеді. Келіннің тағдыры көбінесе отбасының күтулеріне, әлеуметтік жағдайға және дәстүрлерге байланысты өзгеріп отырады. Келін болу, жаңа отбасында өз орныңды табу, ағапалар мен ата-ененің алдын кесіп өтпей, олардың қалауын орындау, сондай-ақ жаңа ортаға бейімделу деген сөз. Қоғамда келіндер көп жағдайда тым қатаң талаптарға ұшырайды. Ата-енеге, күйеуіне, балаларына қызмет ету, келіннің негізгі міндеті болып саналады. Бұның барлығы кейде үлкен психологиялық және физикалық ауыртпалыққа келеді. Сондай-ақ көптеген келіндер үшін үй шаруашылығы, бала тәрбиесі және отбасының барлық мәселелерін шешу үлкен жүк болып табылады. Ата-енелердің күткен деңгейіне сай болуға тырысу барысында келіндер көбінесе өз қалауларынан бас тартып, ауыр психологиялық қысымға тап болуы мүмкін. Дегенмен, қазақ қоғамында келіндер арасындағы қарым-қатынас уақыт өте келе өзгеріп, дәстүрлер мен отбасы құрылымдары жаңартылуда. Бүгінгі күні келіннің рөлі көп жағдайда өз-өзіне деген құрмет, кәсіби өмір мен жеке армандарды жүзеге асыру мен тепе-теңдік орнатуға ұмтылған адам ретінде көрініс табады. Бірақ кейбір жағдайларда бұрынғы дәстүрлердің салқыны әлі де сезіледі, және бұл келіндердің тағдырын ауырлатып жібереді. Келіннің тағдыры. Аруағы жарасқан жас келін Ақбота қала сыртындағы үлкен үйге келін болып түскеніне көп бола қойған жоқ. Келін болу, ең алдымен үлкен жауапкершілік, отбасының ауыр жүгін мойныңа алу деген сөз еді. Ақбота ауылдың ең беделді отбасыларының бірі, Байболаттардың үйіне келін болып түскен кезде бәрі оны жақсы күтті. Бірақ көп ұзамай оның өмірі өзгеріп сала берді. Ақботаның ата-енесі өте қатал адамдар болды. Әсіресе енесі Гүлмира апа өз білгенін айтуға келгенде ешкімге кешірім жасамайтын. Бірде енесі оған: "Сен келін болдың, енді тек бізді ғана тыңдайсың" деп қатаң ескертті. Үйдегі жұмыстың бәрін атқарып, отбасыңа адал қызмет ету керек. Қалғандары маңызды емес. Ақбота бұл сөздерді жүрегіне қатты қабылдап, барлық назарын үй шаруашылығына аударды. Бірақ енесі мен күйеуінің үнемі күткен стандарттарын орындау оған ауыр соқты. Өзінің армандарын іске асыруға уақыт таба алмай, бірнеше жылдан соң тұйыққа тірелгенін сезді. Әр күні таңертең ерте тұрып, үйдің барлық шаруасын жасап, бала тәрбиесіне көңіл бөлуге күш салды. Бірақ ол ешқашан енесінің көзінде толыққанды келін бола алмады. Күні бойы шаршап шалдығып, кешке болса да мұңын ешкімге шаға алмайтын. Бірде Гүлмира апа оған тағы да қатаң сөздер айтты. "Әлі де толық келін бола алмай жүрсің. Барлық жақсылықты сенен күтемін, бірақ сенің басты міндетің үйге қызмет ету. Осыны түсін" деп бетіне қарап қатқыл сөйледі. Ақбота өзіне жүк артылып жатқанын сезіп, сыздаған жүрегімен күн сайын үйден тыс әлемді армандайтын. Әр кеш сайын күйеуінен көңіл бөліп, болашағы жайлы сұрайтынын айтып өтсе де, ол үнсіз қалатын. Ақботаның көңілі босап, оның іштей қиналғаны айқын болды. Бір күні Ақбота көлікпен қалаға кетіп бара жатып, жолдың бойындағы ашық далаға қарап ойланып кетті. "Мен не үшін өмір сүремін? Барлық үміт тек бір отбасына ғана бағынуға керек пе?" деп өз-өзіне сұрақ қойды. Ол өзін бір сәтке босатып, отбасынан бөлек болашағын құруды армандады. Алайда енесінің күткендеріне сай болу мен өз армандарын орындау арасында балансты табу тым қиын еді. Бұл қиындықтарды жеңу үшін Ақбота біршама уақыт өз-өзімен күресіп, ішкі тыныштық іздеді.
Бір күні ол күйеуіне ашық сөйлесуді ұйғарды. Күйеуі оны түсінбей, оның күйінде елемегенде, Ақбота оған былай деп айтты: «Мен өзімді толыққанды адам ретінде сезінгім келеді. Мен тек келін болғым келмейді, менің өз арманым мен қалауларым бар. Сен мені осы қиындықтардан босатшы». Күйеуі алғашында таң қалғанмен, уақыт өте келе оның сөздерін түсінді. Ақбота күйеуінен көмек алғаннан кейін енесімен де біршама әңгімелесіп, өз пікірін ашық айтты. Сөйтіп, ақырында ол үйдегі барлық жауапкершіліктерді бірлесіп бөлісу туралы келісімге келді. Ол тек үй шаруашылығын ғана емес, болашағына қатысты қадамдарын да бірге шешетін болды. Ақботаның өмірі бірте-бірте өзгеріп, өз-өзін түсініп, армандарына қол жеткізу үшін жаңа жол ашылды. Алайда бұл жолдың оңай болмағаны анық еді. Келіннің тағдыры әрқашан жанашырлықты, түсіністікті талап етеді. Ақбота сияқты келіндер үшін үлкен жауапкершілікпен қатар, өз болмысын табу жолы да маңызды. Ақбота көп ойланып, өз шешімдерін жүзеге асыра бастады. Күйеуі мен енесімен ашық сөйлескеннен кейін, оның өмірі аздап болса да өзгерді. Ақбота енді тек үй шаруашылығымен ғана емес, өзінің жеке армандарымен де айналысуға мүмкіндік алды. Ол сыртта жұмысқа шықты, күйеуі де оған қолдау көрсетіп, бірлесіп жұмысты бөлісіп істейтін болды. Бірақ ең бастысы, Ақбота өзіне деген сенімді қайта тапты. Уақыт өте келе, Ақбота жұмыстан үйге келіп, балалармен бірге уақыт өткізгенде, оларды тәрбиелеуге толық көңіл бөле алды. Балаларының көзіндегі қуаныш пен қуатты көргенде, ол өзінің өміріндегі өзгерістердің дұрыс бағытта болғанын сезінді. Сонымен қатар, ата-енесімен қарым-қатынасы да өзгерді. Алдымен енесі оның жаңа ұстанымын түсіне алмай, біраз қынжылды. Бірақ Ақбота сабырлық танытып, ашық әрі мейірімді қарым-қатынас орнатуды жалғастырды. Бір күні Гүлмира апа оған: «Қызым, сен үлкен өзгерістерге жеттің. Мен сені енді толықтай түсінемін» деп шын жүректен айтты. Ақбота алғашында сенбей, енесіне таңырқай қарады. Бірақ көп ұзамай енесі шынымен де оған ақыл-кеңестерін бөлісіп, қолдау көрсетіп жүрді. Бұл өзгеріс Ақботаның ішкі тыныштығын нығайтты. Енді ол үйде өз орны мен рөлін сезіне отырып, өз армандарын да қуанышпен орындауға бел байлады. Ал күйеуі мен Ақботаның қарым-қатынасы да нығайды. Олар бір-бірінің пікірі мен арман мақсаттарын құрметтеп, отбасы үшін жаңа бастамаларға қадам басып отырды. Бір күні ол күйеуіне күлімсірей қарап: «Мен бұрынғыдай тек келін болудан ғана емес, әрбір жеке тұлға ретінде өмір сүруге үйрендім. Маған сенім артып, мені түсінгенің үшін рахмет» деп айтты. Күйеуі оның сөздерін естіп терең тыныс алды. Ақботаның айтқандары оның жүрегіне жайлы жүк болып түсті. Ақбота көп ұзамай өзінің жеке өміріне деген жаңа көзқараспен өзін-өзі құрметтеу сезімін тапты. Ол енесімен де, күйеуімен де тең дәрежеде сөйлесіп, өз пікірін білдіре отырып, отбасының шеңберінде адал, мейірімді және бақытты келін бола алды. Ақбота үшін ең үлкен жетістік ол тек келін болуды емес, әйел, ана, тұлға ретінде өзін табу еді. Бұл жолда қиындықтар мен кедергілер көп болғанымен, Ақбота олардың барлығын жеңіп, өз тағдырын қайта жазды. Енді ол тек үйдің тіршілігін емес, өзінің ішкі әлемінде байыта отырып өмір сүріп жатты. Ақботаның өмірі күннен күнге оңалумен өтті. Оның ішкі тыныштығы мен өзін-өзі қабылдауы өзгереді. Бұрынғындай біреудің талабына бағынған келін емес, өмірдің түрлі саласында өз орнын тауып, өз қалауымен іс-әрекет ететін әйелге айналды. Күйеуі екеуі де бір-бірін түсінуге тырысып, отбасындағы барлық жауапкершілікті бөлісіп, бірлесе атқарды. Осылайша олардың арасындағы сенім мен құрмет тереңдеді. Ақбота алғашында енесінен үлкен қиындық көргенімен, уақыт өте келе оның жанашырлығын түсінді. Гүлмира апа өз қатаңдығын бейімдеп келініне ересектікпен қарай бастады. Олар арасында ашық әңгімелер орын алып, Ақбота енесінің ақыл кеңестеріне құлақ асып, үй шаруашылығында да, бала тәрбиесінде де өз пікірін ортаға салатын болды. Әр күн сайын Ақботаның жүрегінде үлкен өзгерістер болды. Ол алғашында тек отбасы мен үйдің тіршілігіне бағынатын келін болса, енді қоғамдағы әйелдер үшін көптеген мүмкіндіктер мен өз бетінше жетістікке жетуге ұмтылды. Бір күні қалада өзіне бизнес ашу туралы ой келді. Бұл үлкен қадам болды, бірақ Ақбота шешім қабылдады. Күйеуі оның жаңа бастамасын қолдап, қиналса да бірге қол ұстасып алға қарай жүрді. Ақбота алғашқыда кішкентай дүкен ашып, оны жақын адамдары мен ауылдастарын қолдауымен өркендетті.
Ата-енесі де оның табандылығына таң қалып, енді оның әрбір қадамын мақтан тұтатын болды. Гүлмира апа өзінің қаталдығын жеңіп, келініне жақындап, үнемі кеңес беретін болды. Бірнеше айдан кейін Ақбота өз ісін кеңейтіп, ауылдағы кәсіпкерлердің бірі болып шықты. Ол тек отбасы үшін ғана емес, өз ауылына да көп нәрсе беруге мүмкіндік алды. Бұл Ақботаның өміріндегі жаңа кезеңді ашты. Ол жеке кәсіпкер ретінде өз бетінше өмір сүріп, отбасының барлық мүшесіне қолдау көрсете отырып, өз армандарын жүзеге асыра бастады. Ақбота өз тағдырын қайта жазып, бұрынғы келіннің тек ауыр жүгін көтеретін бейнесінен бас тартып, өз ішкі күшін, мүмкіндіктерін таныды. Ол отбасындағы әрбір адамның, әсіресе әйелдердің, өз қалауларына жету жолында қолдау көрсету керектігін түсінді. Әрбір қиындық пен кедергі оны тек күшті, өзіне сенімді, нағыз тұлға етіп қалыптастырды. Ақбота өзінің өмірінде тек өзіне сену керек екенін және бақытты болу үшін қоғамның немесе отбасының талабына ғана бағынудың жеткіліксіз екенін түсінді. Оның өмірі өзгеше жолмен өрбіді, ал бұл өзгеріс оның ішкі әлемін байытып, айналасындағы адамдарға да күш-жігер берді. Ақбота тек келін емес, өз тағдырын басқарған, айналасындағы адамдарға үлгі бола алатын мықты әйел болды. Ақбота өзінің жаңа өмірінде көптеген қиындықтарды жеңіп, әлсіздігін артта қалдырғанымен, жаңа сынақтарда пайда бола бастады. Оның жеке бизнесі өсе бастаған сайын, жұмыс пен отбасы арасындағы тепе-теңдікті ұстап тұру қиынға соқты. Бірде жұмыстан шаршап келген Ақбота үйдегі тыныштықты іздеді, бірақ күйеуінің жұмыстан кешігуі мен балаларының сабағына алаңдауы оған біраз көңіл күйдің түсіп кетуіне себеп болды. Үйдің тіршілігі, бизнестің қарбаласы және жеке өмірі арасында Ақбота кейде өз-өзіне уақыт таппайтынын сезді. Оның барлығының дұрыс жолда екеніне, өз шешімдерін дұрыс қабылдап келе жатқанына сенімді болғанымен, ішкі алаңдаушылығы оны кейде мазалайтын. Мен бәрін дұрыс деп жүрмін бе? Өзіме, отбасым мен бизнеске теңдей көңіл бөлуде бір нәрсе жетпей тұрғандай деп өзіне сұрақ қоя бастады. Бір күні кешке күйеуі оған ойланып отырып сөйлесуді ұсынды. Ол Ақботаның соңғы кездері қатты шаршап жүргенін байқап, оған қолдау көрсетуге шешім қабылдады. Күйеуі оған: Ақбота, сенің өз күшіңді, тәуекеліңді және ерік-жігеріңді жоғары бағалаймын. Бірақ мен сенің соңғы кездері өзіңді жоғалтып бара жатқандай көріп жүрмін. Әрбір әйелдің өз орны болуы керек. Біз бірге болсақ, бәрін бірге жеңеміз деп айтты. Бұл сөздер Ақботаның жүрегін жібітіп, ол күйеуіне көзін тауып қарады. Шынында да, мен өзімді жоғалтып аламын деп қорқыппын. Менің ең үлкен қорқынышым отбасым мен жұмысым арасындағы тепе-теңдікті таба алмау деп ойлады. Бірақ күйеуінің қолдау сөздері оған жаңа күш берді. Ақбота содан кейін өзінің өмірінде үлкен өзгеріс жасауға шешім қабылдады. Ол өз жұмысын қайта реттеп, ең алдымен отбасы мен жеке өміріне басымдық беруді ұйғарды. Әр апта сайын күйеуімен балалармен уақыт өткізу үшін арнайы күндер белгіледі, жұмыста да өз уақытын тиімді бөлісуге тырысты. Бизнесі әлі де өсіп келе жатса да, ол отбасының қолдауы мен мейірімділігін сезініп, өмірдің барлық саласында теңдік сақтауды көздеді. Енесі мен ата-анасы да оның өзгерістерін байқап, алғашында күмәнмен қарағанымен, уақыт өте келе оның қуанышы мен тыныштығын көруге қуанатын болды. Гүлмира апа бір күні келініне қарап: Ақбота, мен сенің көп нәрсеге қол жеткізгеніңді көремін. Сен тек жақсы келін емес, жақсы әйел, жақсы ана, жақсы кәсіпкер болдың. Міне, менің көргенім сенің ішкі күшің, деді. Ақбота енесінің бұл сөздерін тыңдап тұрып, оның қолдауын сезінді. Бұл оның өмірінің түпкілікті өзгеруіне негіз болды. Ол енді толыққанды тұлға ретінде өмір сүріп, өзінің отбасы үшін ғана емес, қоғам үшін де үлгі болуға тырысты. Ақботаның тағдыры тек өз ішкі жан дүниесін қайтадан қалыптастыру ғана емес, сондай-ақ отбасы мен жеке өмірінің үйлесімділігін табу болды. Оның ең үлкен жетістігі өзіне және отбасы мүшелеріне, әсіресе енесіне, өзінің ішкі күшін көрсете алуында болды. Ол барлық қиындықтарға қарамастан өз жолында жүріп, өз бақытын тапты. Осылайша, Ақботаның тағдыры, өзінің қарапайым келін болудан күшті, тәуелсіз әйелге айналу жолындағы күресі, барлық қиындықтарға төтеп бере отырып, бақытты болудың маңыздылығын көрсетті. Ол енді тек үйдегі емес, қоғамдағы да маңызды тұлға болды. Ақбота өз өмірін жаңа бағытта дамытып, кәсібін әрі қарай өсіру мен отбасының қажеттіліктерін қанағаттандыру арасында тамаша тепе-теңдік тапты.
Бірақ бір күні оның өмірінде күтпеген тағы бір сынақ пайда болды. Ақботаның бизнесі әлі де қарқынды түрде дамып келе жатқандықтан, ол өзіне толықтай көңіл бөлу үшін қосымша көмекке мұқтаж бола бастады. Сонымен бірге бизнес пен отбасындағы міндеттерді атқару барысында Ақбота өзіне жеке уақыт бөлуді ұмытып кетті. Бірде ол түнімен жұмыс істеп, таңертеңгі астан кейін ғана балаларының сабағына көңіл бөлді. Бір күні Ақбота өзін тым шаршап, жанып кеткенін сезді. Ол айна алдында тұрғанда көзінде әлсіздік, тұлғасындағы шаршағандығы айқын көрінді. Жүрегі де ауырлық болды. Ол барлық білгендері мен жеткен жетістіктері үшін қуанышты болғанымен денесі мен жан дүниесі алаңдаулы еді. Мен бәрін дұрыс істей алмайтын боларым, мен үшін маңызды болғандарыма жеткілікті көңіл бөле алмай қаламын ба деген сұрақтар Ақботаның санасында үнемі қылаң беретін болды. Осылайша, Ақбота бір шешімге келді. Ол өзінің өміріндегі ең маңызды адамдармен ашық сөйлесіп, қазірдің өзінде қол жеткізген жетістіктеріне қайта баға беруге мәжбүр болды. Ол енесі мен күйеуіне жақындап, мен өзімнің шаршағанымды, әрі өз-өзімді жоғалтып бара жатқанымды сеземін. Мен бәрін алып жүріп, ештеңені жіберіп алған жоқпын ба? Осылай жалғастыра берсем, мен өз бақытымды таба алмай қалармын деп жүрегіндегі ауыр ойларын бөлісті. Енесі көп уақыт өтсе де, Ақботаның шынымен өзгергенін көріп, оны қолдап: «Қызым, өмірде ештеңе де тұрақты емес, бәріне уақыт керек. Сен өзіңді тыңдай білуің керек. Шаршау мен қысым бәрімізде болады, бірақ оны қалай жеңе білу сенің күшің мен даналығыңды көрсетеді. Тек өзіңді жоғалтпа» деді. Бұл сөздер Ақботаның жүрегіне үлкен тыныштық әкелді. Осы әңгімеден кейін Ақбота өміріне тағы бір үлкен өзгеріс енгізді. Ол өзін тыңдап, қай жерде көмекке мұқтаж екенін түсінуге тырысты. Күйеуі мен енесінің қолдауымен ол жұмысында нақты шектеулер қойып, отбасы мен жеке өміріне уақыт бөлуді бастады. Оның бизнесі әлі де жалғасын тапты, бірақ Ақбота енді жұмысты отбасының қажеттіліктерімен үйлестіріп, өзіне де уақыт бөлуге үйренді. Ол өзіне жеке демалыс күндерін белгілеп, табиғатта уақыт өткізіп, рухани тыныштық тапты. Ақботаның өмірі қайтадан теңдікке келді. Ол өзін бақытты, тыныш және өз орнын таба білген әйел ретінде сезінді. Күйеуі мен енесі оның өзгергенін байқап, олар да өздерінің көзқарастарын жаңартты. Ақбота отбасы мен жұмыс арасындағы үйлесімділікке қол жеткізгенде, оның бақытты әрі тыныш өмірі тек сырттай ғана емес, ішкі дүниесінде де жаңа тыныс алды. Бүгінгі таңда ол тек кәсіпкер емес, отбасында да, қоғамда да өз орнын тауып, өзінің еркіндігін тапқан тұлға болды. Ақбота үшін бұл жол оңай болған жоқ, бірақ әрбір қиындық оған өмірдің шыңына шығудың жаңа мүмкіндіктерін ашып берді. Әрдайым өзіне деген сенім мен сүйіспеншілігін сақтай отырып, Ақбота өз өміріндегі ең үлкен жетістігі ол өзін табу екенін түсінді. Ақбота өз өмірінің жаңа кезеңіне қадам басып, жеке кәсібінде де, отбасында да теңдік орнатқанымен, бір күні өмірінде тағы да бір сынақ пайда болды. Оның ең жақын досы, Маржан, өз өмірінде үлкен қиындықтарға тап болды. Ол некесінде бақытсыз болды, күйеуі үнемі үй ішіндегі мәселелерге немқұрайлы қарап, оны тыңдамайтын. Маржанның жүрегінде ауыртпалық болды, бірақ ол Ақботадан көмек сұрай алмады, себебі Ақбота өз проблемаларын сәтті шешіп, өмірін жақсы арнаға салып жатқан сияқты еді. Бір күні Ақбота Маржанның жағдайын сезіп, онымен сөйлесуге бел буды. Олар екеуі ұзақ әңгімелесті. Маржан Ақботадан кеңес сұрады. Ақбота, сен қалай өзіңді барлық міндеттермен тең ұстадың? Мен үйде де, жұмыста да бәрін дұрыс істегім келеді, бірақ менің өзім үшін ешқандай орын қалмайды. Осы қиындықтардан қалай шығамын? Ақбота сәл ойланып, оған өзінің жүрегіне шыққан сөздерін айтты. Маржан, мен сенің не сезіп тұрғаныңды түсінемін. Әр адам өз жолын тауып, өз өмірінде тепе-теңдік орнатуға тырысады. Мен де сен сияқты қиындықтарды бастан өткердім. Бірақ ең бастысы өзіне уақыт бөлуді үйрену. Өзіңді тыңдап, ішкі тыныштыққа келуге ұмтылу керек. Менің өмірімде отбасы мен жұмыс арасында баланс табу оңай болған жоқ, бірақ мен түсіндім, менің бақытты болуым үшін ең алдымен өзімді, өз қажеттіліктерімді түсіну керек. Маржан оның сөздерін тыңдап, терең ойлана бастады. Ақбота одан кейін оған қолдау көрсету үшін бар күшін салуға шешім қабылдады. Ол Маржанға өзін өзі күтуге және өз қалауларын жүзеге асыруға көмектесті, әрі жұмыста да, үйде де өз орнын табуға тырысуға кеңес берді.
Осы уақытта Ақбота өз өмірін қайта қарап, өзіне жаңадан мақсаттар қойып, өз басындағы қиындықтарды жеңгеннен кейін, басқаларға да көмек көрсету қажеттігін сезінді. Ол өзінің кәсіпкерлік дағдыларын ғана емес, адамдарға кеңес берудің, қиындықтарды жеңу жолдарын үйретудің маңыздылығын түсінді. Ақбота осы іспен шұғылдануға бел буып, өзінің жеке кеңесші қызметін бастауға шешім қабылдады. Ол өзін ғана емес, айналасындағы адамдарды да бақытты етуге дайын болды. Өмірі мен қызметі жаңа мағынаға ие болған Ақбота көптеген адамдарға көмектесіп, оларға өз өмірін қайта құруға ықпал етті. Ол бір күні өзінің кітап жазу идеясын жүзеге асыруды да ойлады. Кітапта өз өмірінің жолымен кездескен қиындықтары туралы, әйелдер үшін қажетті кеңестер мен ойлар туралы жазуды армандады. Ақбота тек кәсіпкер емес, адамдардың өміріне жағымды әсер қалдыратын кеңесші, жазушы, тұлға ретінде қалыптасты. Оның өміріндегі ең үлкен жетістік, өзіне сенім артып, барлық қиындықтарға қарсы тұра отырып, бақытты болу жолын табуы болды. Ақбота енді тек отбасы мен жұмыс арасында тепе-теңдік орнатқан әйел ғана емес, қоғам үшін пайдалы іс жасап, өзгелерге үлгі болатын тұлғаға айналды. Оның өмір жолы, адамгершілік күш-жігері мен жігері айналасындағы адамдарға шабыт беріп, оларды өз тағдырын өзгертуге, қиындықтарды жеңуге үгіттеді. Ақбота үшін бақыт тек жеке жетістіктерде ғана емес, өзгелерге көмек көрсету мен олардың өміріне оң өзгеріс енгізу арқылы да мүмкін екенін түсінді. Ақбота өзінің өміріне толыққанды өзгерістер енгізіп, көптеген адамға үлгі бола отырып, қоғамда үлкен сый-құрметке ие болды. Оның жұмысы мен кеңестеріне деген сұраныс артты. Ол бір күні өзі жиі кездескен адамдардың сұрауы бойынша арнайы тренингтер өткізуге бел буып, әйелдердің өз өмірін өзгертуге, өз мүмкіндіктерін ашуға арналған семинарлар мен мастер-класстар ұйымдастыруды бастады. Ақбота әр кездесуде әйелдердің ішкі күшін ашу, өздерінің армандарына сену және оны жүзеге асыру жолдарын түсіндіруге тырысты. Оның тренингтері мен кеңестері әртүрлі адамдарға өмірлерін қайта қарауға көмектесті. Олар тек кәсіби тұрғыда ғана емес, жеке өмірінде де терең өзгерістерге қадам басты. Ақбота өзінің оқыту әдістерінде әйелдердің өз-өзін тануы мен ішкі тыныштығын табу үшін көптеген әдістерді қолданды. Соның ішінде медитация, жазу терапиясы және өмірлік мақсаттарды айқындау техникасы да болды. Семинарлар мен тренингтерді өткізу барысында Ақбота өзіне де маңызды сабақтар алатын. Ол көптеген адамдардың түрлі жағдайларына куә болып, олардың өміріндегі қиындықтарды жеңу жолдары туралы терең ой түйді. Әрбір оқиға Ақбота үшін жаңа білім мен түсінік болып жатты. Ол бір күні өзіне келіп, мен бұл жерде тек басқаларға көмектесіп қана қоймай, өзімді де қайта табамын. Әр адамның ішкі күшін көру, оларға жаңа мүмкіндіктер көрсету менің өз өміріме жаңа мағына әкеледі деп шешім қабылдады. Осылайша Ақбота тек жеке тұлға ретінде ғана емес, қоғамдағы маңызды фигураға айналды. Оның жолы көптеген әйелдер үшін шабыт көзіне айналды. Көптеген қатысушылар оған өздерінің өмірлеріндегі өзгерістер мен табыстары туралы айтып, Ақбота әрбір қатысушыға жеке көзқараспен қарайтынына таң қалды. Ақботаның өміріндегі өзгерістер тек оның кәсібіне ғана емес, жеке қатынастар мен отбасы өміріне де жаңа тыныс берді. Ол әрдайым күйеуімен бірге өздерінің қарым-қатынасын нығайту үшін уақыт бөлуге тырысты, балалармен сапалы уақыт өткізуге көңіл бөлді. Күйеуі оған барлық істерінде қолдау көрсетіп, оның табыстарын мақтан тұтты. Ақботаның жүрегінде отбасы мен кәсібінің арасында тепе-теңдікті сақтау маңызды болды, бірақ ол ең бастысы өзінің рухани және эмоционалдық қажеттіліктерін қанағаттандыруды ұмытпады. Ақбота өмірінде үлкен жолды жүріп өтті. Оның жеңістерінде тек сыртқы жетістіктер ғана емес, ең бастысы ішкі күш-жігері мен өзіне деген сенімі болды. Ол тек келін болудан, кәсіпкер болудан әрі өзінің жолында күресіп жүрген әйелге айналды. Бәрінен де Ақбота тек өзі үшін ғана емес, айналасындағы адамдар үшін де өмірдің жаңа мүмкіндіктерін ашуға көмек көрсетті. Ақботаның тағдыры әр адамның ішкі күшін танып, өз жолын табу және оған сену арқылы әлемді өзгертуге болатындығын көрсететін керемет үлгі. Оның өмірі әйелдер үшін еркіндік, жігер мен өз мүмкіндігін көруге шақыратын нақты бір үлгіге айналды. Ақботаның өмірі көптеген адамдар үшін елеулі өзгерістер мен шабыттың көзіне айналды. Оның оқыған тренингтері мен берген кеңестері тек жеке тұлғалардың емес, селеулі топтардың да өзгеруіне ықпал етті.
Ол қоғамда әйелдердің өз орнын табу мен өзін-өзі тану үшін түрлі әлеуметтік жобаларға қатысты. Ақбота әйелдердің кәсіпкерлікті бастауына көмектесу үшін арнайы қор құрып, оған қаржылай қолдау көрсететін бағдарламалар жасады. Бұл бағдарламалар арқылы ауыл әйелдері мен қалалық кәсіпкерлік саласында жұмыс істейтін әйелдер бизнестің қыр-сырын үйреніп, өз жобаларын жүзеге асыра бастады. Ақбота өзінің жеке кәсібінен де үлкен жетістікке жетті. Ол негізін қалаған компания тек тауарлар мен қызметтерді ұсынып қана қоймай, адамдардың өмірлерін жақсартуға бағытталған әлеуметтік жобалармен де айналысты. Оның компаниясы әлеуметтік жауапкершілік аясында көптеген жобаларды жүзеге асырып, қоғамдағы әйелдер мен балалардың жағдайын жақсартуға үлес қосты. Бірақ Ақбота үшін ең бастысы, ол әлі де өзінің отбасына және балаларын тәрбиелеуге көңіл бөлуді ұмытпады. Ол үшін отбасы әрқашан бірінші орында тұрды. Балаларының өсуі мен тәрбиесі оның ең үлкен мақсаты және құндылығы болып қалды. Оның айтуынша, адам тек өзінің кәсіби өмірінде ғана емес, жеке өмірінде де үйлесімді болуы керек. Ақбота бұл принципті отбасы мүшелерімен қарым-қатынаста да қолданды, оның күйеуі мен балалары оған ең үлкен қолдау көрсетті. Ақбота өмірде көп қиындықтарды басынан өткерсе де, олардың барлығы оны болашаққа деген сенім мен күш-қуатын арттырды. Ол өз күшін тауып, әрбір оқиғадан жаңа сабақ алуға үйренді. Ақботаның өмірі оның өмірге деген құштарлығы мен ішкі күш-жігері өзгелерге де қуат беріп, оларды жаңа белестерге жетеледі. Өзгелердің көмекке мұқтаж екенін көріп, оған қолдау көрсету Ақботаның өмірлік мақсатына айналды. Ақбота тек табысты әйел емес, жүрегінде мейірім мен жанашырлықты ұстаған, өмірдің әр сәтін мән-мағынамен өткізуге тырысқан тұлға болды. Оның оқыған кітаптары, жазған мақалалары мен өткізген семинарлары қоғамда әйелдердің еркіндігін, өзін-өзі танып білуін және армандарына жетуін қолдауға арналған құралдарға айналды. Ақботаның соңғы жетістігі ол өзінің алғашқы кітап жазды. Бұл кітапта ол өзінің өмір жолын, қиындықтарды қалай жеңгенін және қандай ішкі күшке ие болғанын баяндады. Кітапты оқыған әрбір әйел, тіпті ер адам да өмірдің қиын кездерінде үмітін жоғалтпай, өз күшін тануы қажет екенін түсінді. Ақботаның тарихы, әрине, тек жеке өмірінің ғана емес, басқаларға да ықпал ететін үлкен өзгерістердің көзіне айналды. Ақботаның өмірі бұл үнемі даму мен жетілу жолында жүрген әйелдің тарихы. Ол тек өз бақыты мен жетістігіне ғана емес, айналасындағы адамдарға да шабыт беріп, олардың өміріне өзгеріс енгізуге тырысты. Бүгінде Ақбота қоғамдағы табысты, қуатты және өз жолында ешқашан тоқтамайтын әйелдердің символы.